Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Бақберген Сұлтан, және менімен бірге достарым. Аттарыңды айтсаңдаршы. Ербол, Мақсат. Тоқаев, Ағөбен. Қайдасыңдар деген сұрақ туындаса, біз айдаладамыз. Бірақ, давайте бәрін басынан бастаймыз. Артқа перемес тұр. Ол аққұм сарқырамасы. Өте әдемі, иә? Және осындай кереметтің Шымкенттің жанында екенін естіген біз міндетті түрде барып, палаткаларымызды алып түнеу керек деп жоспарладық. Сарылдап тұрған судың жанында аспандағы жұлдыздарды санаймыз деген біздің сапарымыз күтпеген сынақтарға толы болды. Пазар болды ғой. Судың сөзінде шығын білмейміз енді ертең. Видеоны соңына дейін қарап, біздің шытырманға толы сапарымызға куә болуға шақырамын. Қалайын-ай? Шықтық әйтеуір наконец сағатты же 3-тен асып баратыр. 4 болды. 4 болды почти. Как всегда кешігіп шығып баратыр. Кінәлі мына бала. Нұрдар келіп отырған кінәлі бол. Сараньо, камсамида. Қай түрікше? Қауым түрікше мді? Мерап arkadaşlar. Ол қандай жүріс? Водопад. Водопад қандай жалпы болайыңыз ба? Басынан бастап айтып берейін. Көктемде көрдім Сұлтандардың видеосын, Қасқасуға, ночевкаға шыққан. Сол кезден бастап менде кәдімгідей желание болды, осы балдармен шықсам екен ночевкаға деп ше. Жамау заттарымыз бар, багажник толды. Алдын жаршы, не бар, алдын аяқ. Короче, мындай баллон, короче, обычно обжирет 600 теңге жоқ. 1400 теңге. Короче, қайсыламыз деп екеуін де аламыз деп. Екі баллон тарелка. Как раз таки еще эксперимент болады. Мынау күшті ма, или мынау жақсылау ма? Андай алды еще. Твердый пластик менен. Еріккендер айдасыңдар. Бәріне салайым. Менің атым Нұрахмет. Мен бұрында Сұлтанның видеоларын осындай походқа шығатын көрген кезде өте қызығатын едім. Димаш маған жүр бірге барасын деді ше. Сөйтіп өзім шығып кеттім. Шықтық. Жол нормальный, заправка, тамақ, настроение зор, настрой зор. Типа енді айтқан бет. Надеюсь, ұқпамайтын жарты ше. Замкнутыми стенами давила та печаль. Коли не веду, налегай, налетай. Силы забирала, sunshine. Но мне тебя мало, моя бейба. Давай достанем до звезд, так это потому. Музыку, любовь не отдам никому. Крики так теплом раздувала пожар. Огради меня, мелодия, от этого кошмара. Но мы вместе, не бойся. Не беспокойся. Перекус, попутчика чек. Перекус ютуберов чек. Деп ойлап тұрсыңдар, нет. Соның Нұрдар. Шодан Ерке. 5 рет емес, 3 рет істеп тастамын. Дәмі зор екен бақ, дәмі. Бойы кішінде бірақ дәмі күшті. Ой, бойы, размері кішінде бірақ. 2-3 күн қалған кезде Сұлтаннан сұраймын, қаяққа барамыз деймін. Сұлтан білмеймін дейді, Сайрамсу шығар дейді. Ерғазыдан сұрасам, Сайрамсу дейді. Сайрамсуға жалайын жоқ жүруге ше. Балдарға айтамын, Аққұмға барайық. Нормальный кадрлар шығады андай прям әдемі бүйтіп сарқырама ағып, жап-жасыл болып тұрған. Сондай шығар деп осы жаққа балаларға айтып сөйтіп бүгін келсек. Все, просто музло пошло, ладно? Похоже, может быть. Хорошо. Чуть-чуть адасып қалғанымыз бар енді. Жерде жол бар дейді, бірақ ол жол, короче, мынандай понятный жол, короче, тас жол. Сарқырамасы бар. Жол сұрап отыр. Қазір жігіттер, жол былай деп тұрды, жол бұны білесіздер ма? Водопад былай қарай ма? Осылай ма? Сен ақтөз. Көрсем дейді, жүріңдер дейді. Мафетте жүріп бізді лексус торлап кетеді ма? Жоқ, нормальный жігіттер сияқты.
өздерінің бандасын алып. Күлімсіреп қарап тұр ғой. Болды, рахмет. Жақсы сіздер, рахмет. Мен түсінбедім, мен естімедім не деген. Ерғазы естіді. Сайны құз сияқты бар ғой, сай. Еркал шаңнан қорыққан еді ана жақта. Сайрам суда. Короче, жолы оңай емес те екен. Қасқа су, сайрам су емес. Топырақтың дәмі зор екен. Ауылдың топырағы ғой. Жақын негізі адам келе ма? Жолы, бізден басқа. Машина биік болғаннан шүкір ә. Кәдімгі сомнениемен келіп отыр. Кәдімгі жол. Өздерің көріп тұрсыңдар қандай қорқынышты. Қорқынышты емес енді непонятный. Мына жерде туристер негізі келетін ше Аққұм Сарқан басына. Білмеймін, мына жолмен қалай келеді. Біздің машина клиренс екен, автобустар қиналып келіп отыр. Ал ана автобус, спринтер дегендер қалай келеді білмеймін. Аққұмға келдік, су жоқ, қандай ощущение? Еркебінің көтінен тепсем ба деген ощущение болды ше. Білдің. Трактористті көреміз, трактористпен бірге, короче, почти бірге барамыз. Барсақ тракторист те күледі, біз де күлеміз. Іште бірақ күлгенмен разочарование. Қандай? Сарқырамада су жоқ. Сарқырамада су жоқ. Сарқырамада су жоқ. Мына бала. Сарқырамада су жоқ. Е-мая. Зор отыр. Халық нәрі қазылан? Наяқта домаға құла таяқты болмаса. Сарқырамада су жоққа дей ма? По-моему, қандай көрініс су ғой. Анау бұйықсамас күзде келген жоқ қой? Көктемде күнде келді олар. Таудан ағады ғой. Қарсы деген бұның бәрі. Қазір су жоқ қой содан кейін. Қауіпсіз Былай кетіп қалған. барамайсың деп бізге? Мен картадан көрген бір көл бар, ана жақта. Бір көл деген же, сәл бір түрлі сөйледі екен. Қанша жол жүрді. Мама базар болды ғой. Группаластарға базар болды. Бәріне жазып жүрген еді ше. Не деп? Түктер иіс қыдыру керек те. Келдік, су жоқ, настроение жоқ, қарын аш. Жамап отыр. Именно мен баратын кезде осындай. Қорқынышты көрінді екен, ә? Зато бұндай бетпен қашан сабыз жейсіңдер? Сырғанға барайық. Қай жерге? Сырған көлі. Қай жерге? Бағана кісі айтқан. Осы жаңа ауылға айту керек та, содан кейін басқа жолмен кету керек. Короче, жақын жерде, более-менее нормальный жер деген Сырған деген көл бар екен, Сырған. Қазір ауыл бар, Қаржан деген ауыл, или Қаракемер ма? Сұрап көрші? Одан сұрап көру керек. Сұрай беріңдер ше? Көліне қалай баруға болады Сырған көліне? Осымен барасың ғой мен. Мынау жерде солға бұрыласың 5 дана, сөйтіп барып жүрсең, Салман деген аялдама бар. Содан солға қарай бұрылып кетіп жүре берсең, өзі түсіп барып шықсаң, сол бір жол туып көлге апарады. Ол жол қандай жол? Тас жол ма? Топырағы да бар, тасы да бар, аралас қой. Машина жүре береді деп жатқан ма? Енді анау көлдің қиыршық тасынан жүре алсаң жүресің. Негізі барғансыздар ма ол жаққа? Камалмен де бар. Машина бара алады? Короче, барамыз деп шештік. Бұны сендер көріп жатсыңдар Сырған көлі деп. Зор ночевка, палаткада ночевка жасадық деп. Құдай қаласа ето ол бұлтшын бар. Ең қызық осы көлге барып кезде болды, потом ең қиын жол сол жол. Асфальт қалай бітті? Настроение сөйлем бітті көрші. Жол офигеть жаман. Бұл жерден шығамай атырық бар ғой. Ауылдан ең шыққан жерде тұрмысы. Бұл жер нереально жоқ. Нұрдар айтсаң, ондай сөз аузыңа алмасын. Нұрғазға айтқан ұшып өтсе дегендей. 2 секундтан кейін дөңгелек жарылып тұрған. Жеткен кездерін дейсіңдер. Демостат жүрмедік па? Стрессімізді жоямыз етер. Кәдімгі стресс атып келді. Себебі... Вообще бармайтын жерге барамыз. Сол. Барамыз, қалай майын шақыртсаған жерге бармаймыз өз. Жоқ жерге барамыз. Майя тас қызық емес бізге. Хотя жақын оп-оңай десе, блин, хотя бы осы видеоға көп лайк және подписка жасап қойыңыздар, пожалуйста. Вот, короче. Ассалаумағалейкум. Жақсы рахмет. Ас дейді, адам жүретін не алатын жер ма десем. Нива бар деді. Ана Нива әлі жүр ма, Мына еще цветочки деді осында. Жолдың несі, неизведанности қорқыныш, и бір жағынан, блин, қайттан с поражением қайттан келмейді деген күресті ше. Давай, На будущее, егер бір жаққа шатмасыңдар, Lexus RX 300 99 года, первое поколение, достар. Соны алдыңдар, полный привод, 4 вода. Смело кете береді. Былай барамыз бары қарай. Ол жаққа қарай. Анау жақта ғой көл пайдей. Короче, Рахымжан Фазендасын жанынан солға бұрылуымыз керек болған екен. Кәдімгідей шаң оқып машина. Неғып бұлай дей ма? Потому что біз...
күн түсесің да шығуын білмейміз енді ертең. Ой. Кірши. Түсейсің. Машина ұстайтындай жерге тоқташы. Ана нереально ғой, Нормально ма? Нормально. Білмеймін мен ше. Мен Не oldu? сход жүрмейін. Айтасың негізі. Пойдем, Дима, кстати, машинамен болмады. секунда біз түсе тұрайық. Жоқ ой, түсе тұрғанда емес мәселе. Мынау нереально нәрсе ғой. Пасар жоқ. Бісміллә. Сайрам sonra тұр осындай подъем ғой. Осыған 211-мен шықты осындай подъем ғой, прикинь. Білмеймін, мына видео. Еще самый обидныйсы вот 100 просмотрдан асып қалса ше бұл видео. 500 просмотрға жеткізіп салдаршы өтініш. Давай, Lexus, давай. Lexus шығатын бірақ мә дедім машинаны құртасың ол точно. Ай. Мына жолды айта алмаймын ше. Камерада дым көрінбейді, мына рельеф ше, шынымды айтайын. Қандай камерамен түсірсең де. Нұрғаз кемегенің дұрыс болыпты. Пазар жоқ. Дима, Шынымды айтайын, эмоциямен бөліс. Кәдімгі жүрек түк вообще неизведанный келіп жатқан. Былай жол тауып, тас жолдармен, құмдармен, тастармен әйтеуір дегенде жолын тауып келе жаттық. Примерно осындай жолмен келе жатыр. Не деген әдемі жер, бірақ машинамен өкінішке орай келе алмайын деп тұр бұл жаққа. Даусымнан кәдімгідей дрожь сезіледі жүр. Видеода білмеймін, өзіме сезіледі даусымдағы дрожь. Мына жаққа точно келмейміз біз машинадан, нереально. Қазір қайтуымыз да қиын болайын деп тұр ше. Мына жаққа машинамен келе алмаймыз, Дима. Жаңағы ана жер туфта деген реально болып қалды ғой, Әлі қанша жыл бар? Ана жолдар. Сізге қарай жол одан бетер нереально. И бірге жетеміз, короче, көреміз ана жол әлі біраз бар где-то 1,5 километрде қалған жерде. Көрем ана жолда нереально барсақ та қайтамайтындай жол. Алдымға бересің ба? Ана жерде мақпасыншы атпен қайтамыз ба? Bizim aldığı ara gezip nereden dedik gidelim de. Ataslar alçak çıktı gidelim de. Bulay baram. Bulay. Хорошо, давай онда. Жүре. Азыздан жүре бер. Еще, чуть-чуть. Болды, бұрыл бұл. До конца бұр, Дима. Жүре бер. Еще. Жүре бер. Астына абайла. Болды. Жүре бер, еще. Болды. Герой деген түрді таныстырып. Кім десіңдер мені түрі. Ашкеге долсын. Бірақ кейін разбор жасайды, артқа қарай қайтамыз дейді. И кәдімгідей жібереді момент. И жаңағы осы түней саламыз ба деген жерде, короче, түнеу шешім қабылдаймыз. И азанда ертесіне жаяу жаңағы көлге барамыз деп. Гореланы десіп жатыр, оң жақта. Макси жайы ғой жүктік. Қыздар көптеген Макси жайы. Келеді ғой адамдар бұнда. Еще видео 50 просмотрдан аспаса, я самое обидно болған жер. Бірақ не посыл болады бұл видеода білмеймін. Аққұм дедік, Аққұмға жетпедік. Сырған дедік, Сырғанға да жетпедік. Офигеть, блин. Қандай посыл екен білмеймін. Надеюсь, қабылдайсыңдар жігіттер, қыздар. Болды күн батты, короче, қайтадан чекпоинтқа келдік. Судан өткен істерінде ма? Дима Еркабы Нұрдөлік қалып істейді. Нұрахмет екеуміз тамақ, Ерғаш чисто полностью. Розетка бар ма? Powerbank бар ғой? Жоқ.
220 ма? Неге да? Токқа тығатын. Powerbankқа тығуға болады? Андай токқа тығат, үйдегідей. Жоқтан гөрі жақсы. Қайттан проигрышпен қайтқаннан гөрі жақсы. Но жаңа айтқанымдай видеоның смысл қандай болады? Смыслы біз жігіттер, смыслы сендер көрермендер, біздің осынша тупить етіп жүргенімізді сүйіспеншілікпен, может күлкімен көргендерің. Бізге сәттілік тілеп қойыңдар түннің тыныштығын. Бүгін бізде кішігірім мини обзор, 8 штук зат алдық походқа арналған. Ең біріншісі, менің ойымша ең керекті нәрсе ол Powerbank 60 000 мА. Конечно, білмеймін енді қаншалықты екен. Бірақ жаңа ашқан кезде үйден аштық та бұны 80% и где-то жарты күн зарядталды да 92-ке әзер жетті. Надеюсь, это означает, что это өте шынымен реально 60 000 мА деген. Бірінші кезекте бізде мынандай нәрсе. Ызриваем кіріп. Бұл бізде самый керек нәрсе. Горелка. 2 штук горелка заказ бергенім. Қазір біз тамақты осымен істейміз. Егер өткен жолғы біздің қасқа судағы видеоны көрмеген болсаңдар, біз ол жерде отын іздеп, отынымыз жанбай, тамақты дұрыс істемеді. Енді ондай проблема болмайды. Себебі не? Себебі бізде мынандай горелка бар. Қазір осында мен тамақ істеймін. Келесі кезекте бізде картинасынан көрініп тұр. Бұл бізде самса. Я думал, саға. Опа, зор болсын деп. Осындай түсіріп жатырық. Осындай кесесі бар. Қапағы. Мынау пластиктік үрбәлер бар екен. Ыдысы бар шығар. Мынау бізде чайник. Мынау бізде бүгінгі тамағымызды дайындайтын кастрюль. Мынау таба. Кастрюль бізде хоп. Одан кейін мынандай табасы бар. Қапақ қайсына екен білмеймін. Қапақ только мынаған сияқты. Қараңдар қандай плюшка. Губка бар. Йо, ыдыс бар екен ғой. Фарханаға не саласың? Мынау не. Бөле! Ана бір жасар баланың несі болады? Мақыл. Мындай толмайды жарайды. Келесі кезекте қайттан суреті ашық тұр. Ол бізде екінші ыдыс набор. Екеу салдым. Біреу дәу набор, шайнегі бар. Біреу кішкентай набор. Бұл негізі личный набор. Бірінші испытание ретінде алып көрейік дедім. Бұда да өзінің құтысы бар. Ойбай, не деген вилке мынау? Прикольно. Мынау дегенше. Пышағы бар екен, не? Зор. Келесі кезекте бізде не нәрсе? Ыдыс. Бұл не екен білмеймін, таба ма или не бұл? Или мынандай ыдыс. Бұл қандай ыдыс? Тоже непонятно. Жеге бүйтіп ішіп отыратын мынандай ыдыс шығар, енді білмеймін. Келесі кезекте бізде коробкасы. Бұл бізде мынандай жарық шам. Бірақ соны ертерек ашып заряды бар ма жоқ па? Кеп керемет. Еще регулюр светлады екенсің. Жігіттер, хотите magic? Димаш екеуміз, в общем, окрестность осмотрить етіп тұрық фонарикпен. Мына бетке қараймыз, именно сол беттен былайынан бір силуэт жүгіріп өтеді. Тез прям ше. Димаш екеуміз ерғазылар келеді, не болды дейді, іздейміз анан. Төбеге қаратсам бірдеңе екі көзі жанып тұр ойып ше. Сөйтсек ит екен. Всегда қорқып жүретініміз осы. Ауылдағы КВН. Боқтасып тұрған екі жігіт. Боқтап тастаймыз ба? Тастаймыз. Кеттік. Бәріміз жайға сазық саттарды. Сол кезде ар жақтан мен сұлық мұқтауын есі жігіттер. Дәңгіл. Бір дыбыс естеймін. Мен дыбыстарға көтім мынандай болады. Бүйтіп қараймын, жылқы келеді. Қорқамын, бір жылқы өзі келеді деп сондай. Сөйтсем, астында бір жігіт отыр екен. Сөйлесіп, осы ауылдың жігіті екен, жоғары тұрады. Если что, жігіттер келеді. Тапшан бар, не бар. Нажық болмаса соққар өтініреді. Оған су беріп, танысып ары бері көріш. Бірақ жердің көтіндеміз, оны ине бар, қазақ не болады, ешкім білмейді. Сол үшін алда көресіңдер. Біз распаковканы жалғастырамыз. Не екенін білмеймін. Жыртып ашсайық. Хочу-то жыртып ашсалады. Мынау. Открывашка. Және мынау. Не мынау? Кастет па. Пайдалы бірдеңе ғой үшін. Суретте көрсетіліп тұрғандай фонарик. Мынандай фонарик. Басып тұру керек екен фонарикті. Мынау лампадан жақсы жанып тұр. Көп кішкентай компактный еще жақсы жанады екен. Мына жерінде зарядтайтын жері бар екен. Type-C зарядка. Көрейік ашып. Мына таза керек нәрсе ғой. Плоскогубцы бар, кесетін, тағы бірдеңе, несі бар, отверткасы бар, ұшағы бар екен. Әжептәуір өткір. Көмге сложили. Тоже открывашка түрлі. Түсініксіз бірдеңе. Тырнақты қайрайтын, кішкентай, таза керек нәрсе. Мына жақтарында да қысатындары бар. Осындай заттар шықты. Осымен обзорымыз бітті. Бүгін от души тамақты жеп алып, Сұлтан зор тамақ істеп жатыр. Таңға жақын таң намазын оқып алып, көлге барсақ па деген жоспарымыз бар. Болмайды. Бізде осындай обстановка.
снизили. осылай бәріңе сансың өсілен ба? кім сап береді ұслан біреуің сап берсіңдерші четкий Да, мен салам. Кем бар? Бисмилля. стакан бүріп бер әрқайсысына Екеу саншы. Бисмилля. маған кола жазшы. Қоға жоқ ше. Ана пұрлы. Шынында аз болған екен. чипсы бар чипсын ашып чипсын жеп жүрміз мынада аз ол мынадікі мына Давай, Болма? бір-бірден тамақ көріңдер. реакция қараңдар Реакция. Туда сумка. А, да, серьезно. Қандай? Маған тәтті екен. Мана жүрмеш чиктілер. Зор ма? Шашыға күйген, плавка Зор. күйген. Яны бұлаққа барып чикен. Болады азында несі. о май гад О май гад. А, сол жаққа салдым по-моему. Өзім кіріспіз. Шашқасы нормально, крышкасы жоқ па? Шашық қойған. О май да. Чадан. Қазандағыдай шыққан. Қазандағыдай. Давай ет ол. Картошка піспей ап. Құртты ғамын. Енді қапты бір картошка едім, қарқатасыз. Тай отырып. Ол тамақ шығайық. кресло Неспеңе қарағанда. Товар шетте уже қолдап ұйқыны жіберіп жатыр. Рахмет жатайын деп жатыр қазір. Мынау светті қалай қойдыңдар? Короче, вот. Уходиттер. Мына жақта Димаш жатыр. Мына жақта Ерғазы жатыр. Нұрдәулет, сен шетте жатасың, Арсы құлап прозрачный десе. Нұрдәулет ең шетіне жатады. А мен шетінен кейінгі жерге жатамын. Короче, спальниктерді вообще қолданып жатқан жоқпыз. Только Ерғазы ғана қолданып отыр, потому что жылы, өте жылы. Барлықтарыңа қайырлы түн. То есть бізге қайырлы түн, сендерге 1 секундтан кейін уже таң атады. Таңғы сағат 6:30. Біз үйге тұрып отырық, я. Дима машинаға көлеңке алып қойды. И вид мынандай. Таңғы сағат дейін десем, уже таңғы емес, кәдімгі түскі өтті уже. Бәріміз түріміз ісіп кеткен. Evet, şimdi әзір ұйықтадым, как всегда. Мен де әзір ұйықтадым. дымсыз ұйықтадың 3-ке, ма 4-ке, ма жақын. Сен кәдімгі наклонмен ұйықтадың екенсің ғой, қалай ұйықтадың? Білмеймін, ұйықтадым бірдеңе. Біз басын мұнда ауыстырдың. дымсыз ұйықтадың Жаман қисық жерге қойғансыңдар ғой. Жүгіріп жан жақта. Көрінбейді дауын. Шаңғы тұпаны жат. Палатканы бейді мынандай. Сәл ертерек тұру. Чуть бағана тұрған екші. Ұйқы деп кетті ғой. Ұйықтап қолдық бәріміз. Бірақ вид осындай клифовый. Короче, кеше осындай жерге қонсандық. Әшін шөп. Әшін далаға жата салған сияқты жүрді. Мынандай тастар көп екен. Тастар құлаған тастар. Өткен жолы сәл 2 кило жерге барайық жігіттер дегенше болды. Конкрет 2 жерге келген. Бірақ байқағаннан бір адам жүрмейтін жер болса да музыка ғой. Var сейчас наш значит. Теперь завтра джундо. Все, мен көкположный жинап жатырмық мусордың бәрін. Ішкен жеріміздің бәрін жинап кеттік. Міне мынандай мусор шықты. Бәрін жинап кеттік. По итогу мынау газ баллон қалды бізде. Ал анау бульдог қойды, анау таусылды. Бірақ біз анамен көбірек қолдандық. Анау разница жоқ, екеуі де бірдей жанады. Екеуі де жақсы. И примерно бірдей даже. Сондықтан переплачивать етудің қажеті жоқ. 900 бөлек ала беріңдер. Ма, негізі бұлақтан су ала салмаймыз ба, иә? келдің ба Кофе іше береміз ба? Қуасың ба? Намухи! Намухи! Шық кеттік. Аналар әлі шықпаған. Ей, ішпе. Ішіп алсың ба не?
арзы тап-таза ғой. Реально таза ғой. Су тап-таза. Не істейінші? Вот осыны қайнатуға болады. Бір переправаға келдік су. Жеттік. Почти. Суға келдік. Анда адамдар жүр екен, біреген. Бірақ әдем жер. Сәл жап-жасылдау ма су? Не отыр ғой? Не отыр ғой? Ана жақта түсетін жер бар ше? Ана жаққа ғой. Осындай көл. Суға келдік, бірақ су шомылатындай болып тұрған жоқ негізі. Жан-жағымен анда демалатындай жерге баратыр. Әдемі ғой. Вид әдемі. Картина. Мал нейсі. Мына жердің картинасы андай неге ұқсайды? СССР кезінде ше. Шомылатындай су емес. Суретке чекті. Осымен ба? Осыны деген. Короче, көлден сәл төбеге көтерілгендік, көлеңкедегі жерге. Мына жердің суы тап-таза ғой. Видеода да су екен көрмейді. Ана жерде барып, сәл демалып алайық деп отырық. Не деген аромат не істер шығып жатыр. Осы шөптердің біреуін алып қайнатып ішеміз ба? Ана жерде отырсақ, осы жерде отырамыз. Болды онда осы жерде шомылатамыз. Короче, біз сияқты ақмақ болсаңдар, келем деген ой келсе, машинаны фазандаға тастап, сұрап сол жерден рұқсат. Ана көлден ары өтесіңдер, короче, көлден ары өтсеңдер, тап-таза бұлақ шомылуға да болады, палатка орнатуға да болады. Бұл жерде, короче, бізге арнап стол дайындап қойыпты. Міне стол. Ана жерде стульялары, ана біреу екеу түрде үшін бесеумен отқанмен есептегенде. Жігіттер түсейін деп жатыр. Бұл жерде су қайнатып қойын деп отыр ішкенге. Су қайнаған су нормально ішетіндей. Солай дезинфекция жасаймыз. Рахмет, шомасын ба? Шоматын болсаң кейіне бер. Давай. Рахмет. Жатырғым бар, Жат. Üstüne sürüsüne, üstüne. Давай, жат. Красавчик. Мен де жұтайшы? Суға проницаемыз. Жоқ. Жаман не? Жаман чувствительный суға. Жатасына прейм ма? Жонда. Тестостерон былайдан болады ғой, былайдан. Рахметтің дауысы. Түсіп кетті ғой. Бір, екі, үш. Сандаршы. Көзі батқанда жоқ, қандасы? Султан, эмоции твои. Рахат, аяғың бар, сол сұрақ. Аяқ жаман қатады ше. Шомылуға тасып кетіп қалайық. Тағы келесіде жерде құмырсқалар. Контент жасау үшін не істейміз, не? Қарап тұрмыз. Солға мен лақтырып көрсін. Қай тілде? Наше спасение, один магазин.
Got you every scene, oh lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing that's wrong. And I'm up with that. үшін не деген нәрселер істедік.